Құрметті қазақ елінің азаматтары, мен бүгін кезекті халыққа бір үндеу деп есептеңіздер. Бас прокуратураның, жалпы Қазақстан Республикасының қадағалау органының қызметі туралы айтқым келеді. Американың атақты жазушысы Марк Твен айтқан екен, мен өз елімнің саяси киімі тозғанын көріп тозды деп айтпасам, онда өз елімнің сатқыны боламын деп. Міне осы қағидаға сүйеніп, мен де бүгін сіздерге жаңағы мынандай мәселелерді көтергім келеді. Конституцияның бірінші бабы бар. Мемлекеттің байлығы адам, оның құқығы, оның бостандығы, еркі деген. Ол бәр жерде Қазақстан түкпір-түкпірінде орындалуға тиісті, міндетті. Ал енді осы міндетті орындайтын бас прокуратура, жалпы прокуратура, бұл орындаймайды. Мысалы, президент айтады, тәртіп керек, заңға бағыныңдар, заңдылықты сақтаңдар деп қатты айтады. Кейбір адамдарды жаңағы тіпті заң бұзды деп түрмеге қамап жатыр. Ал енді осы заңның бәрін бұзатын өздері. Мысалы, бас прокуратурада анау департамент дейді, халықпенен тікелей хат алмасудың басты несі айналысатын Төлеу Сәкен Сержанұлы деген бар. Онда Есқалиев деген бар. Сонан кейін Сағиев деген генерал бар. Қилымжанов деген оның орынбасары бар. Бұлардың барлығы маған қатысты айтып отырмын. Және жалпы барлық адамдардың барлығы бұл кісілерден зардап шегіп жүр. Бұлар не істейді? Бұлар заңды бұлай алып қояды, заңды орындамайды, бұрмалайды, еще өзіңе жала жауып, жалтарма отписка жауаптар береді. Ал енді жалтарма жауап беру бұл служебный подлог деп аталынады. 362-ші бап бар. Енді қараңыздар, осындай халықтар қазір өріп жүр Астанада. Ешқайсысын кіргізбейді. Ана бас прокуратура деген как будто олардың жеке меншігіндей, табалдырығын аттатпайды, ешкіммен кезіктірмейді. Бір нәрсе болса бас салып полиция шақырады. Олар келіп алып кетеді сосын кейін. Міне қазір Қазақстанның халқының көрген күні осы. Абрахам Линкольн деген демократ Американың президенті болған. Ол кісі айтқан, мынау халықты дейді, жартысын өмір бойы ақымақ қылуға болады. Ал мұқым халықты өмір бойы ақымақ қылмайсың дейді. Сондықтан прокурор мырзалар, сіздердің барлық қылықтарыңыздың барлық заңға қайшы. Сіздер президенттің ісіне саботаж жасап отырсыздар. Ол айтады, заңды сақта дейді, сендер сақтамайсыңдар. Еще онымен қоймай, мысалы, анау Есқалиев деген 57 арыз жазған арызымды осы Алматының Кәріпбек деген прокурорға жіберіпті. Ал Кәріпбек не істейді, ол маған жауап та бермейді. Ана Жансұлтан деген помощнигі бар, фамилиясын айтпай қойды. Мен айтам, мені кіргіз десем, сіз 2 рет кірдіңіз, енді кірмейсін дейді. Ол установканы кім берген? Айтыңызшы. Ол немен оның жеке меншігі ме? Өйткені Кәріпбеков тапсырма берген оларға. Мына кісінің ісін мен 8 қылмыстық іс қозғатқам мен. Соның бойынша 25 тергеуші өзгерді, біреуі бойынша. Мысалы, мені заңсыз жұмыстан шығарған үшін. Енді осылардың барлығын қайтадан тексер десек, алындар айтады-ау деймін, сендер жай қарап шығыңдар, бұлай жол бермеңдер. Өйткені тексергендердің барлығы мүләйімсіп тұрады. Мұна сіз дейді, ана срогын өткізіп алған, срокты өткізген өздері постоянно алдайды. Әне келді, міне келді. Осы жақында май айында 7 істі шақыртып алған бас прокуратура. 7 айдан кейін январда қайтарып жүрді. Не лям-лим жоқ. Не тексердік, не тексермедік деген. Осы ма? Онымен қоймай, еще мынандай қылығы бар бұлардың. Сіздер дейді, мүгедек емес, сондықтан прокуратурасы көмектеспейді дейді, ана Жансұлтан. Не деген сауатсыз адам, Қазақстан Республикасында әлеуметтік жағдайына, жынысына, жасына, ұлтына қарамайды, барлығы тең. Ол заңды өздері бұрмалап алған. 83-ші бап болған Конституцияның. Міне, оларды айтқан барлық істің бас прокуратура қадағалайды, жөндейді деп. Міне, жаңа заң прокуратураның 4-ші бабында белгіленген. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары заңды тұлғалардың қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғауды және қалпына келтіреді. 2-ші тармағында заңдылықты бұзуды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың зардабын анықтауды және жоюды жүзеге асырады дейді. Бас прокуратура орындамайсыңдар ғой осының барлығын. Ертең заман өзгереді. Сондықтан мынаның барлығы иллюстрацияға кетеді. Мына жаңағы атап шыққан прокурорлар ертең жауап бересіздер. Қазір биліктеріңізді асырап пайдаланып, білгендеріңіз істеп отырсыздар ғой. Кәріпбек мырза, мені қабылдаңыз. Өткендегі жаңағы айтқан уәдеңізді орындаңыз. Мен барлық құжаттарым бар, бұл тартпайтын дәлелдерім бар. Аман болыңыздар. Қазақ халқы, аман есен болыңыздар. Бұл бассыздықты
тоқтатуға атсалысыңыздар. Рахмет.